Sələmətlərimi. Bugün biz şahmatdağı figuralardan, nemesi taslardan 3-cü nemesi 4-cü hesabına geldik. Ben tasarruf ettim. Pilde Turan'ı zertledik. Bugün de at bolu gerek. İyi. Desem. İyi. E, Bugün ilk atты zertleyimiz. Attın degen, biz degen, Turgan degen çarşısını vermemiz gerek. Al degen көрсөтүлгөн шаршыга бара алама, бара алмайма, сону зерттейтин bir problemanı şişemiz. Ең алдымен сұрағымызды оқумен бастайық. Көрсетілген координаталары жол нөмірі және баған нөмірі берілген шаршының бұл шаршы басқа бөлікті түсіретінін анықтау қажет. 4 saniye eнгізіледі. Олар деген кешегі сұрақтар сияқты 4 saniye eнгізіледі. Аттың координаталары және басқа шаршының координаталары. Her bir san jeki jola eнгізіледі. Координаталар 1-ден 8-ге дейінгі аралықтағы bütün сандар. Неге? Себебі біздің шахматный доскамыз 1-ден 8-ге дейін ұзындықта. Екі жаққа да 1-ден 8-ге дейін ұзындықта. Шығару. Егер ат бір қозғалыста түсіре алса, иә сөзін басып шығару керек, ал басқа жағдайда жоқ сөзін басып шығару керек. Аттың жүрісін білмейтін оқушылар үшін мен бұл жерде Википедияның шахматты ашып қойдым. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай, егер біздің D4-те бір атымыз болған кезде, ол деген осы орындарға бара алады екен. Bunu мен сізге Excel'den түсіндірейін. Біздің осы жерде bir atımız болған кезде, ол мына яшыққа, яғни аттың жүрісі көбінесе алдыға 2, оң немесе сол жаққа 1. Алдыға 2, оң немесе сол жаққа 1. Яғни төменге 2, оң немесе сол жаққа 1. Sol жаққа мысалы 2, жоғарыға немесе төменге 1. Яғни бұны маған үйреткен кездерінде мұғалімдерім маған орысша G әрпі жүреді деген. Яғни осылай алдыға тұрған орыннан алдыға 2, оң жаққа 1 дегендей. Яғни осы ұяшықтарға бара алады. Мына көріп тұрған барлық ұяшықтарға бара алады. Енді оған бару үшін біз қандай есеп шығаруымыз керек екен, оны кішкене зерттейік. Себебі бізге шарт керек. Бұл деген тесттерді біз енгізіп көреміз. Кешегілер сияқты. Ең бірінші біз аттың орнын белгілейтін бір код енгіземіз. A және B, map, int, input, inputlardan split және келесі деген баратын жерді көрсететін екі санды тағы деген сол кодпен енгіземіз. Ondan кейін бізге деген бір if else керек. Яғни біздің шартымыз дұрыс болған кезінде иә, қате болған жағдайда, яғни ат бара алмаған кезде жоқ деп басып шығарып беру керек. Бұны зерттеу үшін болса, біз деген тағы шахматный доскамызға баруымыз керек болады. Мына жерде біз екі санды зерттейміз. 4 және баратын орындағы сандарды зерттейміз. Ең бірінші біз мына жерден бастайық. Яғни мына жерде 6 мен 4-тің айырмашылығы 2. Al 5 менен 4-тің айырмашылығы 1. Мына жерде бірінші сандың 5 менен 4-тің айырмашылығы 1, 6 менен 4-тің айырмашылығы 2. Мына жерде тағы 4 менен 3-тің айырмашылығы мына жерде -1, бірақ біз деген оны absolute value деген функциямен, кеше көргеніміз функциямен оны деген позитив, яғни оң санға айландырамыз. 3 менен 4-тің айырмашылығы 1 болады, 6 менен 4-тің айырмашылығы 2 болады. Мына жерде 4 менен 2-нің айырмашылығы 2, 4 менен 5-тің айырмашылығы 1. Яғни, егер бірінші санның айырмашылығы 1 болса, онда екінші санның айырмашылығы 2 болу керек. Дәл солай, екінші санның айырмашылығы 1 болатын кезде, онда бірінші санның айырмашылығы 2 болу керек. Оны біз қалай жазамыз? Және absolute value қолдануымыз керек болады, себебі бір сан үлкен немесе кіші де болуы мүмкін. Мына жерде тақтада 6 4-тен 2 үлкен, бірақ мына жерде 2 4-тен кіші, 2 кіші. Яғни 2-ден 4-ті шығарған кезімізде -2 болып кетеді. Сол теріс санға айланып кетпестігі үшін біз деген бұған absolute value қолдануымыз, функциясını қолдануымыз керек болады. Бұл үшін біз ABC яғни x шығарамыз
ilk işaramız A 2 bolu gerek. Bul 2 bolu gerek. And қолданамыз әрине. And absolute value y шығарамыз. B бұл 1-ге тең болу керек. Яғни біреуінің айырмашылығы 2-ге тең болған кезінде екіншісінің айырмашылығы 1-ге тең болу керек. Енді дәл осы функцияны, дәл осы жазған шартымызды біз or менен y-ден b-ні шығарған кезімізде 2, x-ден a-ны шығарған кезімізде 1 деп жазуымыз керек болады. Бұл үшін біз деген шешесі мынанша 2 теңдік болу керек. Бұл үшін біз мынаны деген көпқа аламыз, жақшаға аламыз, ондан кейін or қолданамыз. And мен orды мен алдыңғы бір видеода түсіндіріп кеттім. Логикалық бір көмектесетін сөздер бұлар. And дегеніміз және деген мағынаға келеді, және көбейту мағынасында. Яғни екі шартта бір уақытта дұрыс болу керек. Or деген өзі болса, екі шарттан біреуі дұрыс болған кезінде де бұл жұмыс жасайды. Ол қосу деген мағынаға келеді. Мына жерде біз кодымызды көшірейік бер жаққа. Бірақ бұл рет x-ден a-ны шығарған кезде 1 болу керек, y-ден b-ны шығарған кезімізде болса 2 болу керек болады. Енді сақтап жүргізіп көреміз. Тестімізді жасайық. 3 және 2-де тұрған ат 1 және 4-ке бара алмайды, жоқ деп шығарды. Тағы бір рет жасаймыз. 5 және 5-де тұрған атымыз 6 және 7-ге бара алуы керек. Көргеніңізде иә деп шығарды. Біз өз тесттерімізден жасалап көрейік. Мысалы 4 4 дейік, ондан кейін 6 5 дейік. 4 4, ондан кейін 6 5 дейін кезімізде бізге иә деп шығарды. Және біреуін жасап келейік. Бұл рет екінші сан төмен болсын. 4 4 және 2 3 болсын. 4 4 және 2 3 иә деп шығарды. Менің ойымша біздің бұл кодымыз дұрыс жұмыс жасап тұр. Барлық шарттарда өзіңізде жазып тексеріп көрсеңіздер болады. Мына жер негізінде логикалық мәндер үшін жақсы бір анимация немесе мысал десек болады. 2 рет біз and қолдандық. Бұл andтермен бірге дәл ортада or қолдандық. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Келесі видеоларда көріскенше қош сау болыңыздар. Ертең біз ферздің, яғни уәзірдің қалай деген шаршыда әрекет ететінін көреміз.